Қазіргі таңда инвестициямен айналысу керек. Акция, облигацияларды қазірден портфельге жинап бастау керек деген әңгімені барлығымыз айтып жүрміз, және оны мен де айтып жүрмін. Бірақ өкінішке орай көп адамдар бұл процестің қалай жүретіндігін білмейді. Және бұл видеода мен сіздерге брокерлік счет деген не, және оны қалай ашу керек, не істеу керек, акцияны қалай сатып аламыз, барлығын көрсетіп беретін боламын. Қор нарығынан, фондовый рыноктан қандай да бір активті сатып алу үшін сіздерге брокерлік счет ашу керек. Қазір таңда брокерлік счеттер өте көп. Олардың ең негізгі айырмашылығы лицензиясында. Яғни сіздер брокерлік счетті ашқан кезде мұқият түрде ол компанияның Қазақстан нарығында лицензиясының болуын қадағалаңыз. Неге? Себебі, егер де ол компанияның лицензиясы болмайтын болса, ол сіздің қаражатыңызға ешқандай кепілдік бермейді. Қазақстан нарығында жұмыс жасауға болатын брокерлардың тізімі: Интерактив брокер, Пайдакс, Табыс, Freedom брокер, Жусан инвест, Халық инвест. Жалпы кез келген банктың өзінің брокерлік счеты бар. Қазіргі таңда көпшілігіміз Freedom брокерді қолданамыз. Неге? Себебі ол интерфейс жағынан тиімді, проценті жағынан тиімді. Және Freedom брокер қазақстандықтарды американдық қор нарыққа алып шыққан ең алғашқы брокерлардың бірі болып табылады. Өз басым Freedom брокерді қолданамыз, және бүгінгі эфирде сіздерге осы Freedom брокер арқылы счетті қалай ашу керек, акцияны қалай сатып алу керек, барлығын көрсетіп беретін боламын. Енді қараңыздар, осы үш приложенияны Store-дан немесе Play Market-тен скачать етіп аласыздар. Ең бірінші Freedom брокерге кіресіздер. Осы жерде открыть счет как физическое лицо деген бар. Открыть счет как физическое лицо деген кнопканы басасыздар. Осыны басқан кезде сіздерге почта және пароль теру керек болады. Почта мен парольді тергеннен кейін сіздерде осындай загрузка болады. Загрузканы күтіңіздер. Номер телефон тересіздер. Подтвердить кнопкасын басасыздар және SMS-тің келгенін күтесіздер. Қазақстан. Адрес проживания совпадает с адресом прописки, продолжить. Брокерские обслуживания на рынке ценных бумаг. Резидентство Казахстан. Индивидуальный номер налогоплательщика, яғни өзіңіздің иініңізді тересіз. Являетесь ли вы налоговым резидентом дегенге? Нет, не являюсь дейміз. Откуда вы узнали о нас дегенде? Социальных сетей деп жазасаңыз. Продолжить. SMS келеді. Верификация, осы жерден видео верификация өтуіңіз керек. Начать верификацию кнопкасын басасыз. Верификацияны басқаннан кейін удостоверение личностімен өту керек болады. Разрешить. Данныйыңыз жібергеннен кейін сіздерге видео фиксация өту керек болады. Видео верификациясын өткеннен кейін сіздің барлық құжаттарыңыз тексеруге жіберіледі. Тексеру біткеннен кейін завершено деп шығады. Одан кейін сізде уже счет ашылды. Счет ашылғаннан кейін төмен жақта сіздерде осындай 4 пункт тұрады. Картировки, портфель, идеи, счета и меню деген тұрады. Продолжить кнопкасын бастық. Дальше. Міне сіздерде уже счет ашылды. Енді счет деген жаққа өтетін болсаңыздар, уже көріп отырсыздар, 0,0 теңге сіздің счетыңыз ашылды деген сөз. Яғни сіздің қазір счетыңызда ақша жоқ, бірақ сізде уже брокерлік счет бар деген сөз. Мына жаққа өтетін болсаңыздар, меню кнопкасын төмен жағында, сол жағындағы меню кнопкасын басатын болсаңыздар, сіздерде заполнить 8 бен форма деген бар. Бұл не үшін беріледі? Себебі Қазақстандағы салықтың мөлшері мен Америкадағы салық мөлшері әртүрлі, ал біз американдық қор нарығымен жұмыс жасайтын болғандықтан, олардың заңдары бойынша налог төлеумеуіміз үшін, өзіміздің заң бойынша налог төлеуіміз үшін осы форманы толтыруымыз керек. ВБН формасын толтырамыз. Код. Қазақстан на жерде. Мына жердің барлығына галочка қоясыздар. Подтвердить. Міне подтвердить кнопкасын басқаннан кейін подать поручение, да дейсіздер, и формаңыз сізде кетті. Енді қараңыздар, сіздерге бұл форманы толтырғаннан кейін экономический профильді толтыру керек. Мына екінші нәрсені басасыздар да экономический профильді толтырасыздар. Бұл жерде өзіңіз туралы бар ақпаратты қалай бар, солай толтырғаныңыз дұрыс. Артық немесе кем толтырудың қажеті жоқ. Инвестиционный опыт, без опыта. Какой уровень маржи вы когда-либо испытывали в своей торговле? У меня нет опыта. Укажите сферу вашей деятельности. То есть өзіңізге қатысты барлық ақпаратты осы жерде толтырып шығасыздар. Мына осы данныйлардың барлығын қалай бар солай толтырып шығасыздар. Подтвердить кнопкасын басасыздар. Налоговое резидентство нет дейсіздер, дополнительное гражданство нет дейсіздер, подтвердить, подать поручение. Экономический профиль данныйларыңыз кетті. Осы данныйлардың барлығы кеткеннен кейін сіздің счетыңыз уже сауда жасауға дайын.
Міне барлық данныйларыңыз толтырылғаннан кейін сізде уже барлығы дайын тұр. Ендігі этап ол сіздерге ақша салу керек. Сіздерде мына жерде пополнить деген кнопка бар. Яғни осыны басу арқылы сіздер счеттарыңызды толтыра аласыздар. Бірақ Freedom брокерге счетқа ақша салу үшін кәдімгі Freedom банкта счетыңыз болу керек. Ол үшін сіздер Freedom Super App приложениясына өтесіздер. Бұл жерден тоже регистрация өтіп алуларыңыз қажет болады. Бізде мына жерде счет ашылып тұр. Сіз өздеріңізге суперкарт немесе инвесткарт ашсаңыздар болады. Енді осы счет ашылғаннан кейін мына жерде операция бөліміне өтетін болсаңыздар, әртүрлі способпен толтыруға болады. Яғни мен мысалы өзімнің Каспиімнан толтыратын болсам, с карты на карту дегенді таңдаймыз, с карты другого банка, и мына жерге Каспи банктың реквизиттарын жазамын. Енді қараңыздар, мына жерде сіздер Каспи банктың реквизиттарын қойғаннан кейін қанша ақша салайын деп жатсыз, 10 000 теңге салайын деп жатсыз, на какую карту, суперкарт деген карта, перевести кнопкасын басасыздар. И сіздің счетыңыз ақша толады. Перевод принят деді, яғни сіз өзіңіздің алғашқы ақшаңызды уже салдыңыз деген сөз. 10 000 теңге ақша салынғаннан кейін сіздерге осы 10 000 теңгелік ақшаңызды на операция бөліміне өтіп, на брокерский счет дейсіз, мына ақшаны брокерский счетке аударасыз. Внутри банка комиссия бесплатная. Брокерский счет, торговый счетты таңдадық, аудардық. $18 ақша біздің брокерлік счетымызға ауысты. Енді брокерлік счетқа өтесіздер, Freedom брокерге өтесіздер. Міне сіздің счетыңызға осы жерге $18 қазір түсу керек, біз соны күтеміз. Енді қараңыздар, ақшаңыз счетқа түскеннен кейін мына жақта төмен жақта котировки бөліміне өтесіздер. Котировки бөліміне өтіп, өсіп акция таңдай аласыз. Мысалы, мен қазір бұндай суммаға сәйкес келетін осындай акцияны көріп тұрмын. Енді қараңыздар, осы моментте ең маңыздысы дұрыс акцияны дұрыс бағада, дұрыс уақытта сатып алу. Кез келген акцияны барып күнделікті сатып ала берудің қажеті жоқ, себебі акция өте құбылмалы актив. Ол бір кезде өсуі, бір кезде құлауы мүмкін. Сіздер үшін ең маңыздысы дұрыс акцияны дұрыс уақытта сатып алу керек. Сатып алу үшін торговать кнопкасын басасыздар. Мына жерге лот деген жерге. Егер сіз теңгемен ақша салсаңыз, мына жерден USD сатып алу керек. USD-дан KZT USD деген конвертация жасап аласыздар. Мысалы $18 конвертация жасап, ол приложенияның ішінде өте тез жасалынады. Енді қараңыздар, сіздер осы жерде акцияны сатып алу үшін мына жақта төмен жағында котировки бөліміне өтесіздер. Котировки бөліміне өткеннен кейін жоғары жақта поиск бар. Осы жерге акцияның атын жазасыздар. Тағы да айтам, кез келген акцияны кез келген уақытта сатып алудың қажет жоқ. Дұрыс уақытта дұрыс акцияны сатып алу қажет. Торговать кнопкасын басасыздар. Количество min лот дегеніміз количество штук, яғни қанша акция сатып алып жатсыздар. Выставить приказ на покупку деген кнопканы басасыздар. Төмен жағында көк кнопканы басамыз, купить кнопкасын тартамыз, сонымен болды, біз акция сатып алдық. Енді қараңыздар, акцияны сатып алғаннан кейін сіздерде приказы бөлімінде портфель, приказы, сделки деген 3 бөлім тұрады. Портфель деген ол сіздің жалпы портфеліңіз. Приказы дегеніміз ол кез келген акцияны сатып алу үшін оны сататын адам болу керек, немесе сату үшін оны сатып алатын адам болу керек. Сіз приказ қойған кезде жалпы нарыққа шығарасыз, мен осындай акцияны сатып алайын деп жатырмын деп. И ол приказға кері бағытынан сататын біреудің приказы орындалғаннан кейін сіздің сделкаларыңыз сделки бөліміне өтеді. Яғни акцияның сделки бөліміне өткендігі толыққанда ол акция сатып алынды деген сөзді білдіреді. Одан кейін портфель бөліміне өткен кезде приказ орындалғаннан кейін сіздерде осы жерде төмен жағында акцияларыңыз тұратын болады. Осы жерде қанша пайыз өсім, қанша пайыз шығын болып жатқандық информацияның барлығы осы портфель бөлімінде тұрады. Одан бөлек меню бөліміне өтетін болсаңыздар, сіздерде отчеты и документы деген бөлім бар. Осы жерге өтіп, күнделікті қанша комиссия шешіп жатқандығын көруге болады. Движение денег бөлімін басасыздар. Күнделікті комиссия қандай, қанша қаражат сізден ұсталынып жатыр, барлық ақпаратты осы бөлімнен көруге болады. Мысалы, бүгін бізде 9 октябрь күні 10 000 теңге ақша салынғандығын көріп отырмыз. Жалпы бүгінгі видеода мен сіздерге Freedom брокер арқылы счет ашуды және әртүрлі брокерлармен қалай акция сатып алу керек екендігін көрсеткен болатынмын. Келесі эфирде кездескенше.